Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде айтады, күйеуіне ренжіп талақ сұрай беретін әйел дейді, жәннаттың иісін мұрнына сезбейді дейді. Көрдіңіз бе? Ұрысса болды, ажырасамын дей беретін әйелдер жәннаттың мұрны иісіне бармайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Дәл сол сияқты күйеулерінің бүкіл жасаған жақсылықтарын жоққа шығаратын әйелдер де жәннаттың иісі мұрнына бармайды оларға деп айтты дейді. Ана бір күшті, өмірде күшті бақытты кезеңдер болады, одан кейін бір кішкентай қиыншылық болып қалады ғой. Сол кезде не деп айтады? Сенен ешқандай нәрсе көрген жоқпын мен жақсылық. Қандай жақсылық өтті маған деп айтатын әйелдер жәннаттың иісі мұрнына бармайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл қуанатын нәрсе емес. Басқа жақтан іздеп жүрсің ғой, жұмақты басқа жақтан іздеп жүрсің ғой, әйел кісі мысалға да. Сенің жұмағың күйеуің ғой, пайғамбар айтты ғой саллаллаху алейхи ва саллям. Күйеуің наразы болып өттің ба, өмір бақи ораза ұстап өт, өмір бақи тахажжуд оқы, күйеуің наразы болса, жағдай қиын болады бәрібір. Ер кісілер ше, сен де өмір бақи намаз оқы, құлшылық қыл, әке шешең разы болмаса, бестейін оның барлығы. Көрдіңіз ба? Әрқайсының разылығын бір-біріне байлаған Алла тағала шебер ғой.